Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі менің көрсететінім корпорация Монстр деп аталатын мультфильмдегі Майк Азовскийдің қалай жасағанын, соның ішіндегі көзін қалай жасағанымды көрсетемін. Міне көріп отырғандай, көзін бірінші картоннан кесіп аламыз, одан кейін поролонмен қаптаймыз, одан кейін барып поролонның бетіне синтепонмен қаптаймыз. Одан кейін барып екі қабаттап созылатын мата лайкра деп аталады. Сол лайкрамен екі қабаттап пішіп, соны тігеміз. Өйткені қазір көресіздер, не үшін олай істегенді. Ортасы ойылып, бірінші ортасын тігіп аламыз. Одан кейін барып шетін. Әр қуыршақтың өзінің көздері жасалуы әртүрлі. Енді бұлай қарасаңыз, менің көп видеоларымда әртүрлі қылып жасай беремін. Лайкрамыздың көздің ортасын бірінші жақсылап тігіп аламыз. Одан кейін екі шетін тігеміз. Одан кейін барып, көзімізді міне бәрі жабысып болғаннан кейін, жабыстырылып болғаннан кейін қаптау үшін ортасынан кесіп тастаймыз. Өйткені екі жағын тіккенде теп-тегіс болып әдемі болып жатады. Арқасын уже қолмен тіге салуға болады. Тартып уже әдемі болып шыға келеді. Өстіп тіккен кезде. Мына мен тісін жасаған кезім. Фетрге поролон жабыстырдым. Одан кейін барып тағы бір қабат лайкра жабыстым, оның сыртынан тағы бір лайкра. Сонда екі лайкра қатарынан кетеді. Одан кейін барып кесіледі ол. Міне біздің ақ қабатымыз көздің дайын болды. Енді қарашығын жасау үшін бірінші картоннан осындай қып формат кесіп аламыз. Ортасын қарашығын сеткімен қаптаймыз. Ақ сеткімен қаптаймыз да оны бояймыз. Енді көзді айналасына қабағын жасаймыз. Қабағын осындай жолақ матамен қабақ сияқты қып қаптап шығамыз. Қабақтың ішіне синтепон салуға болады. Арт жағына қараған кезде қабағын біз шетіне тігіп тастадық. Көздің қарашығы бәрін қарағып бояғаннан кейін, осы көзі сетка болғандықтан, сол сеткіден көріп отырады адам. Міне осылай кез келген қуыршақты өз беттеріңізбен жасап алуларыңызға болады. Ең бастысы сіздерде талпыныс болу керек, шыдамдылық, төзімділік деген сияқты. Сол кезде барлығы өзі жасалынып орнына келеді. Ал енді құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар. Менің видеом аяқталды. Өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Қош сау болыңыздар.